Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен өте дәмді смак салатын дайындайтын боламыз. Ең алдымен бізге қызанақ керек болады. Қызанақты 4 бұрыш етіп турап аламыз. Өте дәмді және де 3 қана заттан тұратын тез дайын болатын салаттарымыздың бірі бұл салат. Неке видеода көріп тұрғандарыңыздай осылай орташа үлкендікте турап аламыз. Сыр турап аламыз. Сырды да 4 бұрыш етіп орташа үлкендікте турап аламыз. Сырдың кішкене бөлігін алып қойсаңыздар болады. Салатты тарелкаға салған кезімізде бетінен щеткадан өткізіп қойсаңыздар өте әдемі көрінеді. Содан соң кептірілген нан осылай дайынын сатып алсаңыздар болады, немесе өздеріңіз қолдан жасап қоссаңыздар да болады. Ешқандай тұз қоспаймыз, себебі кептірілген нанымызда тұз болғандықтан. Енді сарымсақты осылай ең кішкентай күштен өткізіп біздің салатымызға қосамыз. Содан соң майонез қосып жақсылап араластырып аламыз. Неке біздің салатымыз дайын болды. Енді оны осылай тарелкаға орналастырып, үстінен сырды күштен өткізіп, өзіміздің фантазиямызға байланысты ұсынсаңыздар болады. Немесе аз көп қоссаңыздар да болады. Салатымыз біздің дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте оңай, небәрі 2 минутта дайын болды.